Саналы ғұмырында адамдық атын аласартпай жарқырап өткен жандар жетерлік. Педагогика ғылымдарының докторы профессор ұлағатты ұстаз Бақытжан Әбдіқалықұлы Сайлыбаев сондай ерекше болмыс иесінің бірі еді. Асыл азаматтың жарық дүниеден көшкеніне 2 жылға жуықтады, бірақ оның жарқын бейнесі ел есінен өшпек емес. Қорқыт атында Қызылорда университетінің ұйытқы болуымен парасатты жанның болмысын айшықтайтын естелік жинақ жарық көріп, еселі еңбегі дәріптелді. Қалдырған ізің мәңгілік жадымда тұрар жаңғырып. Бақытжан Әбдіқалықұлы дегенде ең әуелі осы тіркес ойға оралады. Ол талайдың санасына ізгілік дән сепкен ұстаз, ұлағатты ұрпақ өсірген әке, айналасын доспен қоршаған толық адам тұрпатына сай тұлға болды. Білім саласына саналы ғұмырын арнаған жанның орны ойсырап тұрғаны рас. Сондықтан көз көргендер асыл азаматты өлді, шырағы сөнді дегенге әлі күнге дейін сенбейді. Өлім қаншалықты ауыр, қайғылы, ащы болғанымен, біздің қазақтың тарихында, дәстүрінде ағайынның төңірегін түгендеп, іргесін біріктірген қасиеті бар. Міне бүгін баршамыз сондай жағдайдың куәсі болып отырмыз. Осы Бақытжан Әбдіқалықұлы бауырымыз өмірден өткелі бері қаншама игілікті шаралар атқарылып жатыр. Сондықтан мен осы соған бастаушы болып жүрген мына ұрпақтарына, осы ұжым басшысы мен ұстаздар қауымына шын көңілімен алғысымды білдіргім келеді. Бақытжан Әбдіқалықұлы 1955 жылы Жаңақорған ауданы Төменарық ауылында дүниеге келген. Еңбек жолында бір емес бірнеше буын ұрпаққа дәріс беріп, шәкірттерін ғылым білімнің биігіне көтерген арда азамат. Парасат пайымы заңғар, өте сабырлы қалпымен көпке үлгі болды. Тәжірибелі педагог қалтқысыз қызмет үшін құрмет орденімен, білім беру ісінің қызметкері және ғылымды дамытуға сіңірген еңбек үшін медальдарымен марапатталған. Қарапайымдылығымен көптің көңілінде қалған ұлағатты ұстаз туралы Қорқыт атындағы Қызылорда университетінің бастамасымен жаңа жинақ жарық көрді. Ғибратты ғұмыр деген серия өмірден өткен біздің әріптестерімізге арналады. Сол сериямен осы Бақытжан ағайдың естелігін шығару жөнінде шешім қабылдадық. Оған ұйытқы болған осы ел азаматы академик Қылышбай Алдабергенұлы Бейсенов және университеттің бүкіл ұжымдастары, әріптестері атсалысты. Бақытжан ағайдың бұл кітабы әлі жалғасын табады. Ағайдың атында университетте грант бөлінген, мемлекеттік грант. Сонымен қатар ағайдың өмір қызметіне арналған бұрыш та бар. Жақсының аты ғалымның қаты өлмейді. Осы тұрғыдан қарағанда Бақытжан Әбдіқалықұлы жақсы тұрпатты ғалым болған әмбегі аян. Демек оның қайраткерлік қыры уақыт қайрауымен жарқырай түсер анық. Ал оны нұрландыра түсетін ұлағатты ұл қызы бар. Әкеміз негізі өте еңбекқор, білімге құштар. Қанша жыл осы білім саласында еңбек ете отырып, тоқтамай ізденісте болған азамат. Ең басты ерекшелігі ол білімге құштарлығы, қарапайымдылығы, ылғи да үлкенге де кішіге де қамқорлығы, адалдығы, ешкімнің ала жібінен аттамау. Үлкен болсаң кішік бол деген осы ұстанымды бізге айтып өтетін ылғи да бойымызға сіңірген құндылықтары, өзіміздің балдарымызға жалғастырамыз деп ойлаймын құндылықтарын. Тағылымды шарада жұртшылық Бақытжан Әбдіқалықұлының азаматтық болмысы мен кәсіби білігі турасында естеліктерімен бөлісті. Осылайша арда азаматтың еңбегі дәріптеліп, есімі жаңғырды. Елдес Әбділда, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.